Армағайын, бүгін бізде BMW-ның 5-ші сериясымен тікелей қарсылас Mercedes-Benz 4 матикті E200 обзорда. Ендеше достар, BMW-ның фанаттары болса, дәрілеріңізді ішіп дайын отырыңыздар. Ал біз іске кірісейік. Ех шіркін, Mercedes Шымкентте де Mercedes қой. Мінекей, дәл осы автокөлік 2017 жылы құралып, біздің Қазақстанға, Блюстарға жол тартты. Дәл осы 5-ші буын автокөлік 2016 жылы Детройтта ең алғаш көктемде шыққан болатын. Автокөлік сол сәттен бастап өте сұранысқа ие. Жалпы Mercedesтердің ішіндегі ең сұранысқа ие класс ол E-класс. Бұл 5-ші буын 213-ші кузов болып саналады. Дәл осы MRE атты платформада автокөлігіміз құралып шықты. Жалпы E-класс бұл бизнес седандардың қатарына жатады. Автокөлік жалпы Mercedes бүкіл тарих бойынша 2015 жылы 13 миллион маркасын сатып болды. Мінекей автокөліктің бетіне келсек, жалпы C-класс және де S-классқа өте ұқсас. Өйткені дизайнерлер бір қойынды. Автокөліктің жалпы аэродинамикалық решеткасы өте үлкен және де ашулы жарық шамдарымен қарасаң адамның көзінің жауын алады. Жалпы автокөліктің жарық шамдарына келетін болсақ, диодты линзаланған ақылды шамдар және де жүріс шамдары да диодталған. Алдыңғы мына қырлы диффузорлар жай ғана аэродинамикалық емес, жай ғана көз бояушылық, өйткені бұлар жай ғана пластмасса. Автокөлікке спорттық дизайн беріп тұрған заттардың бірі осылар. Мінекей, автокөліктің жалпы бүкіл бет әлпетін ашып тұрған ол мінекей мынау біз AMG дискі. 19 дюймда мінекей жеңіл металда балқытылып құйылған автокөліктің дисклары. Тормоздық дискларына келсек, мінекей мынау бір нүктелерді көріп тұрсыз ба? Сол арқылы автокөлік тежелген кезде өзі ауа алмасып, автокөліктің тежегіш дискісі мүлдем қызбайды. Вау, не деген техника десеңші. Кеттік. Артыңғы дизайнымыз спортпын деп айқайлап тұр. Иә, автокөліктің артқы мынау қырлы диффузорлары және де екі хроммен қапталған мұржаларымыз автокөлікті бір спорттық дизайнға келтіреді. Дәл мынау артыңғы жарық шамдарына келсек, жарықты диодты шамдар мінекей. Автокөліктің жалпы жүк салғышына келетін болсақ, мінекей қазір ашам. Автоматты түрде ашылады, өте ыңғайлы. Бәрі тиянақты, ешқандай бір артық қандай да бір орындау жоқ автокөлікте. Бірақ менің бір айтатын бір ренішім десем де болады. Mercedes үнемі бір қақпаққа келгенде, мінекей, үнемдеп қалған. Дәл осында бір автоматты жабылатын болса, мен 17 миллионға автокөлік алып жатырмын, бірақ мен бұлай қолымды бұлғап, мынандай механикалық түрде жабуға тура келеді. Маған бір Mercedesтердің ең ұнайтын жері ол дыбыс изоляциясында. Дәл қазір автокөліктің ішінде өлең бақырып тұр. Сіздерге ашып көрсетейін. Сіздерге естіп тұр ма? Мен даже сериалдан естіп тұрғанда. Есікті жаптыңыз, далаға үн жоқ. Мінекей, вау. Вау ғой, родной, вау. Тағы бір өкінішті бір минусы, бұл біздегі комплектацияда бұл автокөлікте присоска жоқ. Мінекей. Есікті тарс етіп жабуға тура келеді. Кеттік. Автокөлікте бөлек атмосфера. Отырған кезде мінекей алдыңызда кереметтей монитор және де мына ұстағанға өте ыңғайлы спорттық рөл. Автокөліктің бұрылымы өте тез, жылдам қозғалады. Мінекей алдымызда бізде отырған жиынтықта толықтай монитор болмайды. Бізден үлкен жиынтықтарда мынау алдыңыздың бәрі үлкен монитор, мынаның бәрі электронды болады. Жалпы автокөліктің ішкі дизайны мына бір никель және де мына бір сұрғыш ағаш бүкіл көздің жауын алады ғой, былайша айтқанда. Ішкі көмектесетін функцияларына келсек, автокөлікте жолақ байқайтын функциясы бар. Яғни сіз кетіп бара жатасыз, сізге автокөлік бір жолақпен кетуге көмектеседі, яғни автопилот.
және де бір парковкаға қойғыңыз келетін болса автокөлікті аласыз да телефонға автокөліктің өзінің бір программасы бар, соны басасыз. Және де бұл космический корабльдің ішінде жалпы Мерседестердің ең бір ұнаған фишкасы барлығына ол бізде автокөліктің ішіндегі мынау линиядағы сызықтардағы жарықты шамдар. Мінекей мынау мониторды аласыз да өзіңіздің келген түсіңізге былай ауыстырып отыра бересіз. Жалпы автокөліктің ішінің бір дизайнын ашып тұрған заттардың бірі осы. Монитордың жұмысына келсек, өте тез жұмыс істейді, ешқандай қатпайды. Бәрін өзіңіздің қалағаныңызша істейсіз. Және де автокөлікте бір вау бар. Пишеш. Автокөлікте бір вау бар. Жалпы сіз өзіңіздің жолағыңызбен кетіп баратсаңыз, егер де бір рөлді немесе жіберсеңіз, автокөлік сол жолақпен өзі кете береді, сізге айдауға көмектеседі. және де сіздің алдыңызда қандай да бір кедергі шығатын болса, немесе сіз ұйықтап кетіп жатсаңыз, жолда автокөлік өзі автоматты түрде тежеледі. Вау емес пе ағайын? Вау ғой. Мұнда автокөліктің мінезін өзіңізге қалағандай істеп аласыз. Мінекей мына жерде комфорт, рулевой управление, яғни тізгінімізді және де приводымыз бәрін спорттық режимге қойсаңыз болады, немесе эко режимға. Бәрі өзіңіздің қолыңызда. Және де мынау экономдық режимі автокөліктің. Жалпы бәрі заманауи. Қазбаласаңыз өте көп функциясы автокөліктің. Маған ұнайды. Мінекей, дәл осы біздің қақпақтың астында 184 айғыр демалып жатыр. Бісміллә. Мінекей, дәл осы кішкентай моторымыздың бойында 184 айғырдың күші бар дегенге сенесіз бе? 4 цилиндрлі қатарлы мотор турбо үдеткішпен. Автокөлік толық жетекті және де бір вау бұл автокөлікте. 9 сатылық қорабында автоматтық. Автокөлік жалпы өте қала ішінде жағармайды аз тұтынады. Яғни бұлайымша салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 100-ге 7 немесе 8 жейді. Және де осы кішкентай қозғалтқыш көлеммен 100-ге 7-3 секундта барып қояды екен. Ой. Мінекей достар, бүгін біздің E-классқа деген шолуымыз өзінің соңына да жетті. Жалпы автокөлік маған бұлайымша айтқанда ұнады десек те болады. Бірақ көлемі шағын ғана. E-класс жалпы Мерседестердің ішінде ең сатылымға ие және де Мерседесті жалпы көтерген класстардың бірі десек те болады. Мінекей, сіздермен болған мен Жеңіс Тұрбай. Достар, біздің арнамызға жазылыңыздар. Ендеше алдағы уақытта қай автокөлікке тағы да осындай шолу көргіңіз келеді, астына қалдырыңыз. Сіздерден лайк және де біздің каналға жазылып кетсеңіздер болды. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін ол өте үлкен көмек. Баршаларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Жеңіс Тұрбай. Келесі кездескенше.